Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін керемет апельсиннен жасалатын пирогты көрсетпекшімін. Ол үшін мен видеомның соңына дейін көрулеріңізді ұсынамын. Бізге керегі бір дана жұмыртқа, 150 грамм қант, оны миксерлеп, жақсылап сұйықтық қылып аламыз. Сұйық болған сұйықтығымызға 100 грамм айран құйып, миксерлейміз тағы да. Біздің бір дана апельсинімізді теркадан өткізіп, қабығын сұйықтығымызға салып, бір қасық қопыстқыш және ванилин жарты қасық салып миксерлейміз. Дайын болған сұйықтығымызға 150 грамм ұн салып миксерлейміз. Онымен миксерлеп болған соң, мінеке осындай сұйықтықта болады. Оны біз майлап тұрған тапамызға салып, тестамызды жайғастырамыз, үстін біркелкі етіп. Апельсинімізді осылайша домалақ етіп барлығын кесіп аламыз. Қамырымыздың үстіне осылайша апельсиндерімізді жайғастырып шығамыз. Достар, егерде менің каналым ұнап жатса, маған тіркелуді және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Мен сіздерде өз каналымда құпия рецепттермен тез және оңай жасалатын тағамдармен бөлісетін боламын. Сондықтан маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Бір дана мандаринді мен апельсиннің қасына сәндеп шықтым. Біздің пирог дайын. Енді біз духовкаға саламыз. 180-170 градуста пісіріп шығарамыз. Мінеке біздің керемет апельсинді пирогымыз пісіп шықты. Өте жұмсақ, нәзік, иісінің өзі өте керемет. Адамның тәбетін ашатын. Достар, маған тіркелуді ұмытпаңыздар және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Мен сіздерді өз каналымда күтемін. Ас болсын.